Қайырлы таң, құрметті көрермен. Тастаяқ ойнауға асқан шеберлік қажет. Белгілі ақын, сазгер Исраил Сапарбай бұл ойынды жетік меңгерген деседі. Олай болса, бәріміз бірге көрейік. Сәлеметсіз бе, Исраил аға? Сәлеметті. Жақында туған күніңіз өтті. Құттықтаймыз. Туған күн деген қандай мереке сіз үшін? Ол енді бірден айтуға болмайды, мұны шарын кіргізіп алайын өйлі. Туған күн деген тек қана мен емес, жалпы адам баласының өзін бір жары дүниені көрген күні ғой. Алғаш ана құрсағынан шығып, өзінше бір өмірге жаңадан келген күні, ол меніңше ұмытылмайтын күн. Басқа көптеген мерекелер бар, той-думандар бар, атаулы күндер бар дегенмен де әр адамның өзінің туған күні бөлекше, ерекше. Астанадан, жан-жақтан туған туысқандар, жолдастар бәрі құттықтап жатты. Ол енді Құдайға шүкір деп өзімше тәуба қыламын. Тастаяқты жиі ойнайды деп естиміз. Бұл сіз үшін ермек пе, жоқ әлде салауатты өмір салты ма? Меніңше бұл ең бірінші бұл спорт. Спорт болғанда оның спорттың түр-түрі бар ғой жаңағы. Бірақ соның ішінде мынау ерекше бұл эстетикалық адам тәрбиесіне, эстетикалық мағынан өсіп өнуіңе, мынау сананың, миыңның шаршаған кезде шаршауын шығарудың бір керемет тиімді жолы. Бұнда әрі ойнайсың, мысалы, бұл ойнап кіргізу шардық лозаға кіргізудің өнері. Сосын бір жағысыз қозғаласыз, қимылдайсыз. Сөйтіп бәленбек шақырым жүріп қойғаныз білмей қаласыз бір 3-4 сағаттың ішінде. Сондықтан бұл жан-жақты комплекс мұның адам тәрбиесіне, жалпы ағзасына керемет пайдасы бар. Содан кейін мына ойын тыңықтырасың. Біз мысалы кейде бір шабыт келген кезде көп жұмыс істейміз, мысалы түн барасы жұмыс істейміз, шаршаған кезде кейде ұйқы болмай қалады. Сондай кезде мына бильярдтың бір жолдастарым, достарымен, қаламгерлермен әрсерсе барып бір 1-2 сағат ойнасаңыз, әжептәуір таңайып, үйге өнекен көңіліңіз қош болып қайтады. Ал енді біз енді таза шығып әңгімені жалғастырайық жаным. Жақсы ағам, жүріңіз. Таяуда шығармашылық кешіңіз өтпек. Қандай жаңалығыңыз бар? Мысалы енді жыл сайын демей-ақ қойын, 1-2 жылда бір рет мына өзің жазған, сызған, жаңа өзің айтқан қандай шығармашылық жаңалық бар деп атсың ғой. Соны бір жинап, теріп, бір түйіндеп, тұжырымдап, бір жыл бола ма, 2 жыл соны бір мынау көрерменге, тыңдарман оқырманға, елге, халыққа, жұртқа бір алдына салып, бір есеп беру ғой, шығармашылық есеп деп түсінуге болады бұны. Мен сондай менде қалыптасқан бұл дәстүр. Әуезовтың 2 спектакль қойылып жатыр, Құдайға шүкір. Жалпы кітап енді биыл жылы Ақтолғай деген бір кітабым шығайын деп, 20 басылық кейінгі жазған жаңа өлеңдерім. Сосын одан басқа мынау жаңа айтқандай ән шығарам деп мен айта алмаймын. Алла тағала өзі бір жоғары жақтан бір ғайыптан бір келеді, соны санаңа түсіріп, оны кейін барып тұрып асықпай бір басқа біріне ұқсап кетпей ме екен деп тұрып басқа әндерге. Соны кейін әбден сіңіріп болған екен барып тұрып, асықпай сөзін жазамын, мәтін. Енді мәтін ақын болған екен өз сөзін факты жазатын өзінің еркінде. Мен сосын бәрі жиналып қалады, мысалы, 10-15-20 шақты ән болады. Сосын осындай топтап, саралап, салмақтап, соны кейін барып көрерменге ұсынамын. Енді 24 күні сағат 6:30-да өзіміздің мемлекеттік Жамбыл атындағы филармонияда өзіміздің жаңа шығармашылық кешім болады. Бұл кеш жаңағы шәкәрім айтқан ғой, бұл ән бұрынғы әннен өзгереді деген сияқты. Бұл да жаңа өткен жыл деп болсын, одан да мына өзгерек. Бірақ шын мәніндегі көрерменге жүрегіне жетеуге сызғатын дүние ғой. Сіз поэзия, ән, драматургия секілді күрделі 3 бірдей жанрдың басын қосып бірге алып келе жатырсыз. Қызығы, қиындығы неде осыны айтсаңызшы? Драматургия, поэзия деп болсын, ән жанры бөлек-бөлек сияқты. Бірақ дегенмен ойлаймын, мына ағаш өсіп тұр ғой қазірде. Тамыры бір болғанмен бір 2-3 тармақталып кетеді. Бірақ тіні, негізі, өзегі бір ғой. Сондықтан да ол енді мен үшін аса қиын емес, бірақ қиын болған кезде, мысалы мен о бастан Құдайға айтыр ақынмын енді. Ақын болған соң енді Құдайға шүкір 50-ге дейін сол бір өзіміздің әйтеуір алатын биігім бар, енді соған жеттім ғой, бір 15 кітап жинақ бердік. Соны кейін барып бірте-бірте мына 30-дан асқан кейін барып тұрып, мына өлең шыққан жүректен әнде шығады екен. Ән бірте-бірте келді. Бірақ менің музыкалық сауатым жоқ, енді мен ән деп айта алмаймын. Бұл бір рухани дүние, ғайыптан, көктен келіп құйылып жатқан, соны санама сіңдірендан электр өткіземін дағы, соны кейін барып тұрып, отырып қағаз жазып, оны мәтін жазып шығамын. Ал енді драматургия бұл енші өзің айтқан таза еңбек бұл. Шығармашылықтың адамы бір нәрседен шабыт алмаса жақсы дүние туындамайды дейді. Сіз неден шабыттанасыз? Алла тағала өзі саған өнер бергеннен кейін, соның ішіңде мынау бестегі бала сияқты әлдилеп жүресің. Ішіндегі дүниеңді. Ол пісіп жетіледі бір күні
жарты дүниеге шықсам дейді, сен өзі интуитивно дейді ғой, сезіммен, түйсікпен сезінесің. Бірақ оны мысалы былай жұрт көрмейді. Таныс адам өтсе, кейде маған ренжіп жатады. Сен кейінгі кезде сәлем бермейтін болсын дейді. Мен оны көрмеймін. Көрмеймін шынында. Өзіңнің ойымен, өзің әлем болып жатасың. Мүмкін әннің бір шумағыма, ырғағыма келіп жатқан болуы мүмкін. Өлеңнің де. Сондай кезде содан бастап бір басталады. Әсерден. Әсер мысалы бір ушудан, қаланың ушуына, мысалы көлікте жүріп жатқан кезде ол қайта әсер қашады. Әсері жоғалады. Ал шын мәнінде шабытқа, шын мәнінде табиғат жаратылыс тазалығына барамын десеңіз, мынау жаңағы қаладан шығу керек. Шабыт өзі келеді мысалы. Көңіл-күй таза кезінде жақсы бір әсер алған кезде, ол енді жаңағы өзі келеді. Келген дүниені ол кәдімгі ұясына келіп, қарлығашты ұясына келіп қонған құстай болады ғой. Сол сияқты бір оны сен құрметпен, рахат немен қабыл аласың. Исраил аға, енді өзіңіздің бір өлеңіңізді тыңдасақ. Ешкімнің де мақтауы мастандырмас, ешкімнің де даттауы жасқандырмас. Жылап келіп өмірден жылап өтер армандасын дүние аш қалдырмас. Ешкімнің де үлгісін керек етпен, абай барда алдымда өнеге еткен. Жұлдыз қасып құтылмас жүзін жерден, жарық қашып құтылмас көбелектен. Жарықпын мен, сөнермін барып барып, арманыма жеткенде арып талып. Ақ қарасын жанымның анықталық, шық жарқым жаныңды жарық қалып. Жарықпын мен, белгілі бір сөнерім, сөнгенімше жаныңа нұр себемін. Қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан шығып кеткенше білсең едің. Жолын жалғап жалғанда жақсылардың бақсынарын кім білсін, шарт сынармын. Ұзатылған қыздайын өлеңімнің кімге сеніп тағдырын тапсырады. Сұхбатыңызға, өлеңіңізге үлкен рахмет. Сіздің шығармашылық кешіңізге сәттілік тілейміз.